Валлахи, биллахи, таллахи. Аллахтың атымен әнтәтір. Мен ешқандай Kausar Travel дейтін фирманың бар екенін білген жоқпын. Одан соқыр түйін ақша алған жоқпын. 522 миллион теңге, яғни компания қаражаты Бекболат Тілеухан мырзаға берілді. 128 миллион теңге менің қаражатым жеке ол кісіге берілді. Жақын арада желіде үлкен бір сұхбат болайын деп тұрған сияқты. Сол сұхбаттың қиындыларын әлі ұзақ жерден көретін секілдіміз. Қазірдің өзінде экс-депутат Бекболат Тілеуханов пен журналист Нұрсейіт Жылқышыбайдың сұхбаттарынан түсірілген үзінді желіні шулатып жатыр. Бекболат ағамыз Ермұрат Бапи, Ринат Заитов пен Нартай Аралбайұлын популист деп атады. Өмірі болмайтын түсінікті нәрсе, ашық популизм, аңғал жұртты. Ринат Заитов, Ермұрат Бапи, Нартай Аралбай, популист, өте популист. Көріп отсын ғой, жалақының өмірі 300 мың теңге болмайтыны түсінікті ғой. Ринат Заитов бұға дейін Қазақстандағы ең төмен жалақы 300 мың теңге болуы керек деген еді. Өмірі болмайды ғой, дейді журналист Нұрсейіт Жылқышыбайға берген сұхбатында. Ермұрат Бапиға, Нартай Аралбайыңызге, Нартай Аралбай, популист, ешкім популист. Енді көріп отсын ғой. Аузымның дуасы болмаса да, танымалдылығым бар. Сені ұрлықшы, қару сақтағыш, мошенник, кісі өлтіргіш деп атап, жала жапқанда ел атыңнан жеркенетін болса, осы әрекеттер менің асыл сөздерімнің елге өтпеуі үшін істелініп жатқан нәрсе, деп айтады экс-депутат сөзінде. Бұған Жылқышыбай мырза Бекболат ағамызға бұл ақталу емес пе дегендей сұрақ қояды. Тілеуханов ағамыз болса өзің сұрақ қойып, берген жауапты өзің ақталу дегенің қалай деп шүйлікті. Бекболат ағамызға жағымпассыз ба деген қарапайым сұрақ қойылғанда, ақмақ сұрақ қоймашы дегендей, Жылқышыбайдың өзінің сұрағымен өзіне жауап қайтты. Одан қалмай Нұрсейіттің өзі жағымпаз деп айыпталынды. Екеуі сөзге келуге жақын болып қалды. Нұрсейіт пен Бекболат ағамыздың арасындағы болған қызуды бейнеден анық көруге болады. Екеуінің біреуі мысын басып шыдап жатқан сияқты. Мысалы сен жағымпазсың кім? Нұрсейіт айтты. Мен қазір дәл қазір қатты қателесіп мен жағымпаз емеспін. Мен жағымпаз сен ақталған жақсы сөйлегенсің ғой. Мен ақталған жақсы. Жылқышыбай өзін ақтап, жағымпаз болсам сізге лыпылдап, іші бауырыңызға кірер едім. Одан кейін тендер сұрамаймын. Ол үшін мұрнымды кесіп алып бере аламын, деп қалды. Осы жерден Тілеуханов ағамыз журналисті мінеке өзің ақталып жатсың деп сөзден ұстағандай болды. Айта кетейік, Бекболат Тілеухановтың ақталатын себебі жоқ емес. Осы жақын арада ғана қажылыққа барғандардың қаражатын қолды қылған Kausar Travel фирмасының директоры тарапынан айыпталған болатын. Бірақ Тілеуханов ағамыз бұл іске еш қатысы жоқ екенінде Құранға қол қойып ант берген болатын.